айдап кетпеңіз, құдай сақтасын. Все, запись қосылды. Екінші соткамен кірдім, қазір сендердің чаттарыңды оқып отыратын боламын. Қырылмай төбелеспей қазір тату тәтті болайық. Анау ағай күшті, мынау ағай күшті деп неғып картоп жарып отырмын қазір. Қырылып әйтеуір. Все, кеттік. Бірінші есеп таста болып кетеді. Бөлім математикалық сауаттылық, міне мына ұто-дан алған тестім екенін біліп тұрған шығар. Кеттік, алай қалса. Бірінші есеп, бізде мынадай бір логикалық амал берілген. Енді мына берілген өрнектің мәнін табуымыз керек. Ең бірінші жақшаның ішіндегі мәнді орындаймыз, яғни ең бірінші ол 2 және 3-тен 1. Осы логикалық амалды орындаймыз, одан кейін барып 4-тен 1-ге көшетін боламыз. Жақшаның ішінде жақша тұрса, ол жақшаның ішіндегіні орындайсыңдар ғой бірінші. Түсіндіңдер ғой шын, 2 3-тен 1. Бізде а квадрат, а дегеніміз 2, ал б дегеніміз 3-тен 1-ге тең екен. Енді рет-ретімен қоямыз. Аның орнында 2 тұрса, 2-нің квадраты, жарысып шығарып отырсаңдар болады, если что. Одан кейін мынау 3-тен 1 деп алмайсыңдар, яғни 1 бөлінген 3-тен 1 деп аласыңдар. Себебі б бізде 3-тен 1-ге тең. Яғни сендер тек 3-тен 1 деп алып қоймайсыңдар, 1 бөлінген 3-тен 1 деп аласыңдар. Осыны ұмытпаңдар. Енді шешеміз, 2-нің квадраты 4. Енді бұлай асықпай жазып аламыз, 1 бөлінген 3-тен 1. Сосын жазуыма мән бермең. Бөлу амалы ол, мына бөлшектердің орны ауысады да көбейтілетін болады, яғни 1 көбейтілген 3 бөлінген 1 болады. Сәйкесінше 3-ке 1-ді бөлсек 3-тің өзін береді, 3-ке 1-ді көбейтсек 3 деген санды береді. Сонда 4-ке 3-ті қосамыз, ол бізде 7 санын береді. Біз бірінші амалды орындадық, бұл бізде бірінші амал. Екінші амал ол бізде 7 мен 4-тен 1-дікі. 7 логикалық амал және 4-тен 1. Енді осыны шешетін боламыз. 7-нің квадраты қосылған 1 бөлінген 4-тен 1. 7-нің квадраты 49 береді, ал 4-тен 1 бөлінген 4-тен 1 дегеніміз ол 4-ке тең. Дәл осындай форматта шешесіңдер. 49-ға 4-ті қоссақ, бізде 53 деген с жауабын береді. Бірінші есеп түсінікті болса, бір плюстеріңді қойып жіберіңдер. Егер есеп түсіндіргенім аса бір қатты түсінікті болмай жатса, сұрақтарыңды қысылмай қойып отырыңдар. Қадырбек шіртпей отырайын ма? Бәрі күшті, бәрі керемет. Не болып кетті мына минус 1 дейді, 1 что-то. Давайте оқушылар, бір плюс емес, бір көбейту сондай болсын, бірақ именно минус 1 болмай қойсын, Егер есеп түсініксіз болса, нақты сұрақтарымызды қойайық. Нақты сұрақтарыңды қойыңдар. Қазір көреміз, тақтаға шығамыз ба, шықпаймыз ба. Көреміз, мә ондай тақтаға шығаруды ойламаппын мен. Кеттік, давайте, келесі есеп. Мынау ішінде қиыны бар, оңайы бар, мынау енді ең оңай есеп ішіндегі. Фигуралар тізбегіндегі сұрақ белгісін орындағы санды табу керек. Мына санды табу керек бізге. Мынау 1 бұрыш, 2 бұрыш, 3 бұрыш сәйкесінше 3-ке тең. Мына жерде 4 бұрыш 4-ке тең, 5 бұрыш 5-ке тең, 6 бұрыш бізде, ол бізде әрине 6-ға тең болады. Логикалық түрде өте бір қиын есеп бүгінгі нұсқа талдаудағы. Екінші есеп түсінікті болса, 2 көбейту қойып жіберіңдер. 0 логика. Қиналатын есеп. Өте қатты, қиын. Қадырбек, қаяқ дейсің сен? Сол қатты қиналып қойдық қой, мәссаған. Оқушылар ешқандай қалдыңсыз жазайық, түсінбесек түсінбегендеріңді. Бұл жерде ойнап отқан жоқпыз, сол себепті түсінбесеңдер нақты фактпен жазыңдар. Мына жерін түсінбедім, мына жерде неге ондай деген сияқты. Әйтпесе
өзгенің уақытын алатын боламыз. Сол себепті бір біріміздің уақытымызды алмай, барынша тез талдап аяқтап, сендердің мүмкін басқа тамақ ішпеген адамдар бар шығар, басқа сабақтарын күтіп отқан адамдар бар шығар. Сол себепті нақты айтайық, ама. Кеттік, давайте. Келесі мынадай тізбек берілген және өсу ретімен орналасқан сандар тізбегінің құлашы, яғни өзгеріс ауқымы 10 болса, онда аның мәнін табыңыз дейді. Өзгеріс ауқымының формуласы бізде максимумнан минимум мәнді азайтамыз. Бұл бізде аузымызға шайнап салып беріп тұр, тек жұту керек есеп. Яғни 12-ден бізде максимум бізде 12-ге тең, өзгеріс ауқымы 10-ға тең болса, максимум бізде 12-ге тең, ал минимум табу үшін жай ғана осылай теңге құрастырсаңдар болады. Немесе логикалық түрде а бізде 2-ге тең деген д жауабын аламыз. Үшінші есеп түсінікті болса, 3 плюстеріңді қойып жіберіңдер. Тек матсау бұл жерде. Бізде қазір тарих апталығы болып отыр ғой БПС-та. И мен бос жатпайын деп осылай нұсқа талдау ұйымдастырып жатырмын. Егер қаласаңдар, аптасына бір 2-3 рет жасап тұруға болады. Келесте осыдан кейін шыққасын 140 тесті қиын болған болса, маған жіберіп қойсаңдар болады. Келесте соны шығаруға талаптанамыз. Давайте келесі деп. Зауытта 100 компьютер жасалынды. Егер зауыттағы компьютерлердің жарамды болу ықтималдығы 0,85 болса, онда жарамсыз компьютерлердің санын анықтаңыз дейді. Так, бізде максималды ықтималдылық, максимум деп қояйық, ол бізде 1-ге тең. Енді бізде жарамды болу ықтималдығы 0,85 болса, жарамсыз болу ықтималдығы 1-ден 0,85-ті азайтқанға тең, яғни 0,15-ге деп аламыз. Енді бізге жарамсыз компьютерлердің санын анықтау керек. Так, жарамсыз компьютерлердің саны сәйкесінше 15-ге тең деген а жауабы болады. Бұл жерде былай міне, мысалы бізде 100 компьютер берілген, және бізде 100% болады бір дегеніміз. Сол себепті 85 компьютер 100%-ың 85%-ын құрайды, және қалған 15 компьютер ол бізде 15%-ы құрайды. Сол себепті жарамсыз компьютерлердің саны 15 деп а жауабын алатын боламыз. Төртінші есеп түсінікті болса, 4 плюстерімді қойып жіберіңдер. Немесе пропорция құруға да болады бұл жерде. Сөкет келесі есеп, геометрия есебі. Суретте квадраттың ішіндегі сары түспен боялған фигураның ауданы квадраттың ауданынан неше есе кем екенін табу керек. Так, бұл жерде ең бірінші боялған фигураның ауданын тауып алайық. Бірінші оңай болсын, яғни квадраттың ауданын тауып алайық. Бұл жерде 6, қабырғасы 6-ға тең. Мына жерде ешқандай мән берілмесе, сендер просто қабырғаның ұзындығын 1 см деп алатын боласыңдар. Немесе бұлай жақшаның ішінде қабырғаның бір тор көздің ауданы 2 см квадрат деген сияқты беріледі. Ал берілмесе, сендер қабырғасы 1-ге тең деп аласыңдар. Бәрін біліп отыр ғой мыналар. Керемет. S квадраттың ауданы ол бізде а квадрат деген формуламен анықталады. Сәйкесінше 6-ның квадраты ол бізде 36 деген. Жалпы ауданы бізде 36-ға тең екен. Енді боялған фигураның ауданын табу үшін ойларыңа бірінші қай әдіс келеді, сендер сол әдіспен шығарсаңдар болады. Менің ойыма мысалы кеп тұрғаны, осы боялған бөлікті толықтыратын болсақ, толық, яғни төртбұрышқа келтіретін болсақ, бізде қапталдарында тікбұрышты үшбұрыштар пайда болады. Мынау бізде 1-ге тең болады. Ал бұл бізде осылай төртбұрыш алатын боламыз. Бұл жерде әрқайсысын жеке S1, S2 деп алып аламыз. Бізге жинақы болу керек, шығаруға оңай болу керек.
осылай боялмаған бөлігін ауданын тауып және мына толықтырған тіктөртбұрыштың ауданынан азайтсақ, онда бізде боялған фигураның ауданы шығады. Өмірді қиындатқанда менің ойыма келген әдіс осы болды. Так, қараймыз қазір. Түсіндірейін, толықтай шығарайын, сосын сұрақтарымды соңынан қоясыңдар, ма? Так, бізде бұл 3-ке тең, мына жер 2-ке тең. Мына жер 2-ке тең, бұл жер 3-ке тең. S4 қабырғасы 2-ке, бір қабырғасы 1-ге тең, 2-ке және 2-ке тең. Енді бізде тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу формуласы 2-ден 1 А көбейтілген Б деген формуламен. S тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу формуласы бар, 2-ден 1 А көбейтілген Б деген. Енді жаймен асықпай табамыз. S1-ді табу үшін 2-ден 1 қабырғаларын жазып алдық. 3 көбейтілген 2 деп. 2 мен 2 қысқарып, S1-дің ауданы 3-ке тең деген біледі. S1 мен S2 тең, сәйкесінше S2 де бізде 3-ке тең. S3-ті табамыз. Ол бізде 2-ден 1 көбейтілген 2 көбейтілген 2. 2-лер қысқарып 2-ке тең екен. Оны таптық. S4-ті табамыз. Ол бізде 2-ден 1 қабырғалары 2 және 1-ге тең. 2-лер қысқарып S4-іміз 1-ге тең екен. Так, өмірді қиындатып жібердім ба? Жақсы, қазір. Одан кейін бізде S мына тіктөртбұрыштың ауданын табамыз. Ойымнан жазбай қойын. Бұл жерде қабырғалары 5 және 4-ке тең. S тіктөртбұрыштікі 5 көбейтілген 4, ол бізде 20-ға тең. Енді 20-дан мына қосындысын азайтсақ, жаңағы тікбұрышты үшбұрыштардың мына жерде 1 плюс 1 бар. Соларды азайтсақ, бізде боялған фигураның ауданы шығады. S боялған бөлігінің ауданын табу үшін 20-дан міне 3-ті азайтамыз, 3-ті азайтамыз, 2, 1 және мына екеуінің қосындысы 2 болады. 2-ні азайтамыз, сонда бізде 6, 8, 10, 11 боялған бөлігінің ауданы 9-ға тең екен деген жауап шығады. Енді бізде жалпысы 36-ға тең, боялған бөліктікі 9-ға тең. Енді бізде сұрап тұрғаны квадраттың ішіндегі, суретте квадраттың ішіндегі сары түспен боялған фигураның ауданы квадраттың ауданынан неше есе кем екенін анықтау үшін жай ғана 36-ға 9-ды бөлсек, онда бізде неше есе кем екені шығатын болады. Сонда 4 есе кем деген Д жауабында негізі 4 есе деген жауап бар. Соны белгілейсіңдер. Мына жерге сыймай қалған просто. Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ болса қойып отырайық. Геометрия кімге қиын? 5-ші есеп түсінікті болса 5 плюстеріңді қойып жіберіңдер. Қазір тақтаға шығару керек болса шығарамыз. Маған қиын дейді. Негізі изи есеп өте. Бұйырса анау геометрия апталығына жеткенде каждый үй жұмысын талдап отыруға болады бұйырса. Сол күнге аман есен жетейік, бірінші сықитып талдап берем. Барынша оңай жолмен түсіндіруге тырысамын келесіде. Менің ойыма, ойларыңа, ОБТ-да отқанда ойларыңа қай жол келеді? Бірінші ол оңай болсын, қиын болсын, ойыңа келген әдіспен есепті шығарып кете беріңдер. 5-ші есеп түсінікті екен, барлығыңа следующий. Ойбай, Ася асықсың ғой. Жақсы. 6-ші есеп, уже 10 есеп деген. Тез талдап отырып, әлде мен тез сөйлеп отырмын. Сыныптағы оқушылардың 5-тен 3 бөлігі мұражайға, ал қалғаны кітапханаға барып, сыныптағы оқушылардың неше пайызы кітапханаға барғанын табыңыз дейді. Так, кітапханаға 5-тен 2 бөлігі барғаны белгілі. Сонда бізде 100% деп. Бізде жалпы 100% болады. Оның 5-тен 2 бөлігі кітапханаға барған. Яғни неше пайызы кітапханаға барған табу үшін 100-ге 5-тен 2-ні көбейтсеңдер жеткілікті.
жүзден бесті қысқартсақ 20-ға қысқарады, 20-ға 2-ні көбейтсек 40% деген А жауабын береді. Нұрай, саған осы есеп келді ма сонда? Мына 6-шы есеп келді ма? Еще ентада келді, көрдіңдер ма? Мынау негізі өте пайдалы эфир болып отыр. Түш шіркін. Ой, керемет. Ой, тамаша. Кітапханаға 40% немесе былай да шығарсаңдар болады деп пропорция құрып шығаруға болады, бірақ бәрібір осылай шығады ғой. Игнор жасадыңыз аға дейді. Қашан игнор жасадым? Осы оңай жолын 5-тен 2-ге көбейте қоясыңдар тек. 5-тен 3 емес, бізге 5-тен 3-і мұражайға барды дейді, ал қалғаны кітапханаға барды дейді. Қалғанын табу үшін, кітапханаға қаншасы барғанын табу үшін біз 1-ден 5-тен 3-ті азайтамыз болса. Сонда 5-тен береміз, 5-тен 3-ті азайтсақ, 5-тен 2 бөлігі кітапханаға барды дегенді білдіреді. И бізде кітапханаға барғанын табу үшін жай ғана 100-ден 5-тен 2 бөлігін табатын боламыз. Ол бізде 40%-ға тең болды. Болса түсінікті ма? Все. Жақсы, кеттік. Келесі. Сынып оқушылары математика, физика және информатика пәндерінің кемінде бір пәніне қосымша сабаққа барды дейді. Егер сыныпта 29 оқушы болса, онда 3 пәнге де қосымша сабаққа баратын оқушы саны қанша дейді. Бізде қақ ортасындағы 3 пәнге де қатысатын оқушы саны белгісіз екен. Бұны табу үшін біз мына бұлар математикаға 6 оқушы, физикаға 5 оқушы, ал 2 пәнге 4 оқушы, 4, 4, 3. Мыналардың барлығын қоссақ, бізде оқушылардың саны шығады. Сыныпта қанша оқушылар болса, соған тең болады. Енді біз осылардың барлығын қосамыз, шеңбердің ішіндегі сандарды. Вен диаграммасы өте керемет тақырып, өте оңай тақырыптардың бірі. Тек рет-ретімен қалай шығару керектігін түсініп алсаңдар болды. Егер қиын десеңдер, қазір осыдан кейін вен диаграммасын жақсылап түсіндіруге есеп алдым үй жұмысынан. Ешкім үндемей ма дейді. 6 плюс 4 плюс 5 қосылған 4, қосылған 3, қосылған 4, қосылған x бізде белгісіз. Сұрақ белгісінің орнындағы санды x деп аламыз. Ол бізде 29-ға тең болады. Енді 10, 15, 19, 22, 26 қосылған x бізде 29-ға тең, ал x-ті табу үшін жай ғана 29-дан 26-ны азайтамыз. Ол бізде 3 деген д жауабына тең болады. Сыймай қалған ғой тағы да. ОТО-ның есептері ғой. Сол жақтың жаңа пробныйына кірдім да, есептерін алып, бүгін бір нұсқа талдау жасап көрейін деп. Егер алдағы наурыз ОБТ-да бұйырса, слиптер жаттап естеріңде қалып жатса, менің жекеме жіберсеңдер болады. Наурыз ОБТ кезеңінде бұйырса көптеп нұсқа талдаулар жасау керек. Жасау ойымда бар. Сол. Оны жекеме айтыңдар. Дайындық керек қойғанда. Шашылып отсаң қазір тағыдан, ұятты болады. Давайте кеттік келесі есеп. Міне вен диаграммасына есеп алдым, соны шығарайық. Осыны кім шығарады тақтаға, давайте. Оқушылар шығарсын. Балауса сен деп не болды тіпті? Мәссаған. Қазір сол шығайын десем, мына жақта уже қатып жатыр кәдімгідей ноутбугім.
Көп оқушы кіргесін ба, көтере алмай қалды ничего. Адам шошта де болды. Жүрегім ұшты кәдімгідей, не болып кетті. Так, жаңа шығайын деп жатқан Нұрай аш звукты. Саламатсыз. Саламатсың ба, қалайсың? Осы сеп қоямын. Осы Бізде сеп компанияда неміс тілін. Ой, ағай, мына жерде. Так, неміс тілін 27 жұмысшы біледі екен, ағылшынды 30, қазақ тілін 32, ағылшын және неміс тілдерін 15. Онда ағай, 27-ден 15-ті азайта саламыз ғой? Қазір күтеді. Ой, жоқ, басқаша екен. Қазір. Жазып алайын, асықпай, кішкене күте тұр. Қазақ тілін бізде 32. Енді ең бірінші мына жерде үш тілде жазып аламыз ортасына, иә? Тілді 5-е бөледі екен. Так, жақсы. Енді келесі. Бізде бұл жерде ағылшын және неміс тілін 15 жұмысшы біледі. Мына жерде бүйтіп тұрған жерге біреуін жазасың. Қосылып тұрған жерге. Мына жерге де 15 жазам ба? Ана екеуінің ортасына жазады емес пе ағай? 15 жазам ба, әлде басқаша ма? Походу 15 жазу керек. Жоқ, қателестің. Ең бірінші осылай сыртына жазып аламыз, 15 деп қазір күте тұр. Сыртына емес, бірінші мына ортасына жазу үшін, қиылысқан жерге жазу үшін біз 15-тен 5-ті азайтып жазамыз. Қақ ортасына ең бірінші 5-ті жазып аламыз, 3 тілде білетін оқушылардың санын. Одан кейін ағылшын және неміс тілдерін 15 жұмысшы біледі десе, жаңағы 3 тілді білетін оқушыларды осы саннан азайту арқылы жазатын боламыз. Яғни 15-тен 5-ті азайтсақ, бізде 10-ды береді, иә? Онда неміс тіл мен қазақ тілден ол жерде 7 болады. Келесі. Қазақ тіл мен ағылшын тілінде 9-дан 5 азайтса 4 болады. Енді бізде бірінші сұрақ, неше жұмысшы тек қана неміс тілін біледі дейді. Оны табу үшін қалай шешеміз? Қандай еді ағай, ұмытып қалдым жаңа. Так, жақсы. Давайте қазір. Кім біледі тағы? Шығатындар бар ма? Бауса? Ашыз болып тұр. Саламатсыздар ма? Саламатсың ба? Айта ғой. Мынау неміс тілі 27-нің ішіне кіріп тұрған сандардың азайтпаймыз ба барлығын? Иә, дәл солай. Мына неміс тілінің дөңгелегіне кіріп тұрған сандарды азайтамыз. Яғни 10-ды, 5-ті және 7-ні азайтатын боламыз. 7 минус 10 минус қаншаны? 7. Ана 5 деп тұр ма? Иә, 5 қой. Тогда болады 5 болады. Жақсы. 5 деген А жауап екен. Так, мынаның бәрін шығарсайық, сосын түсінікті деп жазасыңдар жай ғана. Енді бізде сұрап тұрғанда неше жұмысшы тек қана 2 тілді біледі дейді. 2 тілді білетін студенттер ол мына жерде міне. Келесі қадамдағы сандар ғой үшін. Мына 5-ке дейін екен. 2 тілді білетіндер ол 10, 4 және 7. Оларды табу үшін 10 плюс 4 плюс 7 сандарын қосамыз. Сонда 21 деген А жауабын береді. 21 жұмысшы бізде 2 тілді біледі екен. Енді компанияда жалпы неше жұмысшы бар екенін табу үшін осы шеңбердің ішіндегі сандарды тауып аламыз. Асықпай, енді ағылшын тілін білетін студенттердің санын табу үшін 30-дан 10-ды, 5-ті 4-ті азайтамыз. Сонда 19 азайтсақ 11-ді береді. Так, 32-ден 4, 5, 7-ні азайтсақ 16-ны береді. Енді біз компанияда жалпы неше жұмысшы бар екен табу үшін мына шеңбердің ішіндегі барлық сандарды қосатын боламыз. Сонда 5 қосылған 10, қосылған тағы 5, қосылған 7, қосылған 11, қосылған 4, қосылған 16. Так,
4, 7 сан, 3, 4, 5, 6, 7. Сонда 27, 38, 42, 58 деген А жауабына сәйкес келеді. Мына Вен диаграммасына қатысты есептер түсінікті болса, түсінікті деп жазып жіберді. Болмаса реакция. Все, керемет. Ой, рахмет. Так, кеттік 8-ші есепке келіппіз. Нұсқа талдау бойынша. Кестедегі заңдылықты пайдаланып, сұрақ белгісінің орнына тиісті мәндерін табыңыз. Мына есеп бір көрінгенде былай, аның орнына не санды қоям, бұның орнына не санды қоям деген сияқты бір қиын болуы мүмкін. Бірақ бұл А, Б, А көбейту Б, Б бөлінген А деген мына дүниелерді білдіреді. Мысалы, А бағанындағы, баған дейді ма, қалай дейтін еді? А тізімінде мысалы міне 2, 4, 6 тұр. Ал Б тізімінде сұрақ белгісі 30 және 40 тұр. Кестедегі заңдылықты пайдаланып, сұрақ белгісінің орнына тиісті мәндерін табыңыз дейді. Енді бізге сұрақ белгісінің орнындағы сандарды табу керек. Оны табу үшін мына заңдылықтарды пайдаланамыз. А көбейту Б, Б бөлінген А. Мысалы, А бізде 4-ке тең, ал Б бізде 30-ға тең. А мен бұның көбейтіндісі 120-ны беріп тұр. Так, осы заңдылықтарды пайдаланып анықтап алатын боламыз. Енді Б бөлінген А деген, ол Б бізде 30-ға тең. Мына сұрақ берген тауып жатырмын мен. Б бізде А-ға тең, ал А бізде 4-ке тең. Сәйкесінше Б бөлінген А, ол бізде 30 бөлінген 4. 30-ды 4-ке бөлсек, 7,5 деген жауапты береді. Біз мына сұрақ белгісін таптық. Енді А көбейту Б бізде 32-ке тең. А бізде 2-ке тең. А көбейту Б бізде 32-ке тең. Жазып атырық, біз мына сұрақ белгіні тауып атырық. Если что, біліп отырыңдар. А бізде 2-ке тең, Б бізде белгісіз. Осыны табу керек. 2 мен Б-ның көбейтіндісі 32-ке тең. Көбейту әр жаққа бөлу болып барады. 32-ні 2-ке бөлсек, сәйкесінше 16 деген жауапты береді. Бізде біріншісі 16, екіншісі 7,5. Жауаптарын қараймыз, ол бізде Д жауабында тұр екен. 8-ші есеп түсінікті болса 8 плюстеріңді қой жіберіңдер. Мына А, Б деп, мына кестені бір шатастыру ретінде берген ғой, еще заңдылық деп берген ғой мына жерде ше, андай. Мына 2-ке 4-ті қосасың, 2-ке 2-ні қосасың 4, 4-ке 2-ні қосасың 6 деген сияқты кейбір оқушылар шатасуы мүмкін. Өте керемет есеп екен жалпы. Бұйырса ОБТ-да кездессе қателеспейсіңдер деп үміттенемін. Все керемет. Компьютер емес, менікі ноутбук қой. Asus бірдеңе деген андай несіне мән бермейтін адам көп. Так, жақсы. Сөздерім деген вообще бар ғой. Не болады андай? Көп оқушыларды шақырып қойғасын ба, ортақ топқа жібергесін, жауапкершілікті өте қатты сезініп кеттім ба, содан уайымдап жатырмын. Ондай талдай алмай қалатын сияқты, түсіндіре алмай қалатын сияқты. Все, кеттік, давайте. Келесі. Осылай пісіп бұйырса 20 адам. Оның өзі қандай? 20-ның өзі мен үшін үлкен жетістік. Мысалы. Көреміз, бұйырса көптеп жиналып қалар. Бүгін аяқ асты айтып қалдым. Келесі бұйырса 100-200 оқушы отырса тіпті керемет болар еді. Адам болып кетер едік. Кеттік. 9-ші есеп. Ержан сарайдағы барлық жәшіктердің әрқайсысына 48 алмадан салып шыққан екен. Сарайға тағы да 40 алма әкелгенде барлық алма саны 184 болды. Сарайдағы жәшіктің саны қандай сан болатынын табыңыз дейді. Бізде жәшік белгісіз, яғни жәшікті біз X деп аламыз. Жәшік, ол бізде белгісіз, оны X деп аламыз. Біз 48-ді X-ке көбейтіп, оған 40 алманы қоссақ, бізде 184 алманы береді. Яғни бастапқыда 48 алмадан
салып шыққан жәшіктерге, демек жәшік бізде белгісіз, оны 48-ді x-ке көбейтеміз. Одан кейін сарайға тағы да 40 алма әкелгенде, онда 40 алма қосылады. Әкелгенде барлық алма саны 184-ке тең болды деп тұр. Сол себепті біз 184-ке теңестірдік. Жалпы теңдеу осылай құрылады. Енді x-ті шешетін боламыз. 48x ол тең болады 184, 40 бұл жақтан минус болып шығады. 48x ол бізде 144-ке тең, x тең болады 144 бөлінген 48-ге. 144 пен 48-дің бөлінісі бізде 3-ке тең болады. Сәйкесінше 3 жәшік бар дегенді білдіреді. Енді жауаптарына қараймыз. Тақ әрі жайсан дейді. 3 бізде тақ сан және жайсан. Жайсан дегеніміз қандай сандар? Кім айтады? Чатқа жаза қойыңдар. Аха. Бізде жайсандар және құрама сандар дегеніміз бар. Жайсандар дегеніміз бірге және өзіне ғана бөлінетін сан, ал құрама сандар дегеніміз өзіне екі немесе одан да көп бөлгіші бар сандарды біз құрама сандар деп айтамыз. Демек, А жауабына толықтай келіп тұр. Жұпсам болмайды. Тақ әрі құрама сан, 3 бізде жайсан. Құрама санда болмайды. Сол себепті жауап А жауабы. 9-шы есеп түсінікті болса, 9 плюстеріңді, көбейтулеріңді, бөлулеріңді қойып жүріңдер. Керемет. Соңғы есепке келдік. Ұзындығы 5 метр, ені 3 метр және биіктігі 6 метр болатын тік бұрышты параллелепипед тәріздес қауыздың 3-тен 2 бөлігінде су бар екен. Қауыздағы судың биіктігін табу керек. Бізде қауыздағы судың биіктігін сұрап тұр. Қауыздың биіктігі белгілі. Енді ол үшін біз қауыздың көлемін табуымыз керек. Оны табу үшін, яғни параллелепипедтің көлемін табамыз. Оның формуласы В тең болады А көбейтілген Б көбейтілген С деген формуламен анықталады. Бізде ұзындығы, ені және биіктігі берілген. Солар арқылы біз параллелепипедтің көлемін анықтаймыз. 5 көбейтілген 3 көбейтілген 6. Бұның көбейтіндісі бізде 90-ды береді. 90 метр куб деген. Енді ол 90-ның бізде 3-тен 2 бөлігінде ғана су бар екен. Енді біз судың көлемін анықтайын деп жатырмыз мына жерде. 90 судың көлемі деп жазып қояйын. Оны 3-тен 2-ге көбейтеміз. Сонда 3 пен 90 қысқарады. 3-ге 30 пен 2-нің көбейтіндісі 60 береді. Сонда судың көлемі бізде 60 метр куб дегенді білдіреді. Енді бізден сұрап тұрғаны судың биіктігін табу керек. Бізде қауыздың ұзындығы бар, ені бар, енді су қай жерге дейін көтеріліп тұрғаны белгісіз. Биіктігін ғана табу керек. Бізде судың көлемі белгілі. Енді судың көлемін 60 метр деп аламыз. Ұзындығы бізде 5-ке тең, ені бізде 3-ке тең, ал биіктігі белгісіз. Біз осы биіктік H-ты табуымыз керек. H-ты табу үшін 60 бөлінген 5 көбейтілген 3 болады. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15, 60-ға 15-ті бөлсек 4 метр деген да жауабын береді. 10-шы есеп түсінікті болса 10 плюстеріңді қойып жүріңдер. Осыны шығармай кетіп едім дейді. Мына келді ма не сонда? Ма келді ма не енді да? Көрдіңдер ма? Анауына есеп талдатқан жоқпын жоқ. Жақсы, Аллаға шүкір, бар, өзің қалайсың? Конечно, мәзбін. Келген есептер болса деген вообще пайдалы ғой негізі. Бағана айттым ғой, мақсатым пайдалы болу деп. Бұйырса осы менің нұсқа талдауыма кірген оқушылар 20-дан 20 алуына тілектеспін. Әумин. Мынау ше жыныма деп жатыр, мына ноуттық деген. Как күтедіңдер? X басуға болмай ма не сонда? Қайтадан. Қайырлы кеш, құрметті оқушылар десеңдер. Қатысқандарыңа көптен көп рахмет. Осыны көрсетуді ұмытып кеттім ғой мен.
бүгінгі нұсқаталда осымен мәресіне жетті. Қазір опрос ашатын боламын, опростан өтеміз. Сосын әдеттегідей бір өнермен аяқтайтын боламыз. Так, кімдер отыр екен, қарайықшы өзі. Жалпы түсінікті болды ма, қалай болды, айта отырыңдар. 40 минутқа сыйдырыппыз. Бұйырса көптеп жасап тұруға тырысамын. Опростан өте қояйық. 16 адам отыр екен. Жақсы, жаман емес, ол бейба отыр екен мына жақта. Керемет, керемет. Жаңа кірем деп қарап жатқандар бар еді. Солардың біреуін көрмей тұрып. Thank you very much дейсің ғой, короче. Андай UFC-дегі сондай сөздер жаттап алған, енді ағылшын қатты емес. Давайте бүгін не емес, өлең емес, керісінше өлең болсын. Андай өзім арасында өлең шығарам деп айттым ғой, ақынмын деп. Ақынмын демеймін өзім, мүлдем. Просто сөйтіп кейде шимақтап қоям. Содан бір гитара болмай тұр қазір. Әйтпесе не қылатын едім, айтатын едім, не болсын. Өзімнің шығарған туындымды айтайын деп едім мына жақта. Каналым табылмай жатыр ғой. Поэзия оқиын деп едім. Каналым бар, бірақ өзім ішімде бір ғана подписчик бар, және ол өзім. Шеше, сен бақыттысың, жыламағың. Соны айтамын қазір. Шеше деп. Давайте мынадай бір өлең шығарған екенмін алдын, кейде деп. Соны оқып берейін. Кеткім келеді кейде дала қыртасып, биік болар аспанменен сырласып, ішімдегі барлық сырды шығарып, күнге қарап тұрсам деймін мұңдасып. Ай бір сонда құтылар ем ұлшудан, шаршадым мен қу дүниені тосудан, қысқы өмірдің сұм болған бұл тірлігі, жете алмас еді құтылар ем жұтудан. Әділетсіз қоғамнан да жырақтап, жүргім келмейді ондай жерде ыржақтап, сондықтан да жүрегіме үн салып, тыныштықта қалғым келеді тұрақтап. Жасандылық билеп алған сананы, бір-біріне оңай жауып жаланы, маска киген адамдардан жалтарып, сол ішінде кезгім келеді даланы. Алалайды, көре алмайды бір-бірін, шығарады қастандықтың түр-түрін, көргенімше жамандықты көзімше, кетсем деймін мекендеп жер кіндігімде. Осындай арасында шығарып тұрам. Шүкір, Құдай беріпті, талантты. Сол босқа жатпасын деп, іште жасырынып қалмасын деп, арасында өз. Рахмет бүгін оқушылар, айтпақшы звук ашайын. Жалпы сабақ ұнады деген үміттемін. Жаңа басқа оқушылар, басқа апай ағайдың оқушылары болса, қалай өткенін айтып отырсаңдар болады. Сендерге қарап, сын түзелмей, мін түзелмейді дейді ғой. Микрофон қосылып екен ғой. Сол себепті әр қосымша сабақ сайын бір неміз бар ғой, өзіміздің ырымымыз. Камера ашамыз, суретке түсеміз, сонымен бүгінгі нұсқа талдаудан деп қазір статусыма салып қоятын боламын. Давайте, камера ашайық, суретке түсейік, естелік. Рахмет көп. Ашам краш falan ой. Давай, Қадірбек аш жол. Так, Тұмар ашты, Нұрила ашты, Мери ашты, мен аштым, Бейба ашты, және Балауса ашты, Еркеназ, Нұрдана, Жансая, Альфира, Гера, Дина, Меруерт Кенжебай. Камера ашайық, давайте. Ұялмайық бір-бірімізден. Мен де түрім онша емес, бүгінгі түрім ұнамай тұр маған қазір. Уайымдап отырмын, қалайсың? Дина вообще бар ғой. Сразу ауыстырды ғой. Білді ғой айтатынды. Тырысайын деп жатыр енді.
ашшы енді Қадырбек, ойбай. Мейірбек, Айгерім ашасыңдар ма? Ашпасаңдар ашпайын. О, все, ашты. Ұрсайын деп жатыр едім, ашпасаңдар ашпайын деп айтыңдар деп. Альфира. Все, давайте. Көп уақыт созбайық. Суретке давайте, күлеміз. Күлеміз. 1, 2, 3, ірімшік. Все, тема. Сонымен бүгінгі нұсқа талдау өз мәресіне жетті. Кіргендеріңе көптен көп рахмет. Алтындай уақыттарыңа бөлгендеріңе шексіз алғыс. Бұйырса көптеп жасап тұруға тырысамыз. Давайте, сау болыңдар, аман болыңдар, шыға беруге рұқсат.